Сіз қандай ат қоятын едіңіз? Короче, мамам маған аяғы ауырға келіп болған кезде қыз болсын деп ойлағанмын. Соны Сания деп қойғысы келді. Соны Ақеркемен алдында бір сөйлесіп отырғанда қызым болса Сания болып қойып деп ұрысып кеткені бар. Сөйтіп сізге айтты. Иә, менің жауабымды ести алып, сіз сұрағанда бірінші өзі айтып қойды ғой. Өзінің идеясы жоқ қой бірдеңе ғой. Енді түсінсеңізші енді, сіздің болашақ балаларыңыздың әкесі болғысы келіп тұрған жайы бар емес? Сания деген қайғысың. Біреуді ұмыта алмай жүрсің мен. Жоқ, просто осылай деп сұрап айтқан болды. Ұлы болатын болса, негізі мен өзімнің ұлымның атын Муслим қоямын. Бірақ марқұм әкем айтты да Санжар деп қоямын деп сөзі қарсы. Енді болашақта бұйырсақ. Бойын көрдіңіздер ма? Жоқ, мынау каблук просто каблук тұр. Не деп қайда? Ана кеше Фортуна мен ол жігіт көрдіңіздер ғой? Мәселе бойда емес қой. Мәселе Маған менің талабымда просто бойы ұзын жігіттер. андай бар. Таңдаған тазға жолыққанша Бекзатқа жоқ. Бармаймын дейтін жер. Тазға жоқ. Қош сөйлемеші. Сөйлемей ақ қойсайшы. Бармаймын деген жерге 3 рет барасың дейді. Оны болашақта көреміз, құрметті оқырмандар. Қызды болып жатсаңыздар, Сания, ұл болып жатса Мүслім бола ма? Ақерке айтты маған, қандай, енді бәріміз армандап жатыр қой, қандай болып қоясыз деп бәрі айтып жатса, Ақерке, бірінші туып алайыншы деді ғой. Сөйтеді ғой. Сосын ана жерден Сержаннан сұрармын дедім ғой. Майра, бағанағы пікірге өз ойыңды білдірмедің ғой сен. Бағанағы ма? Балаң осындай жігіттерге жолықса деген сияқты. Мен енді балам ұл бала ғой. Сондай жігіттерге, қыздарға ма? Қыздарға да, мысалы, қыздар болады ғой. Мысалы, мен өзім толыққанды отбасынанмын. Бірақ менің әкем қайтыс болып кетті да. Неше жасында? 69 жасында. Ол кезде сен нешеде едің? 33-те. Ой, 34-те. 33-те. Тұрмысқа шыққаннан кейін ғой да ол жағдай Иә, болған. осы жақын уақытта бір